Келесі саяхат Әзербайжан астанасы Баку. Әзербайжан Республикасы Азия мен Европа аралығында оңтүстік-шығыс Кавказда орналасқан тәуелсіз мемлекет. Заманауи Әзербайжан, соның ішінде Баку, батыс елдерінің қаласына ұқсайды. Әзербайжанның басым бөлігін үлкен және кіші Кавказ таулары алып жатқанымен, ел астанасы Баку Каспий теңізінің жағасында салынған. Қала құрлықтың теңізге еніп тұрған бөлігі, яғни Апшерон түбінде орналасқан. Бұл қала туризмін дамытуға үлкен басымдық береді. Каспий теңізінің жағалауында орналасқанына қарамастан, Баку халқы теңіз тағамдарына қатты әуес емес көрінеді. Балыққа қарық боламын-ау деген ойдан арылсаңыз болады. Бакуге Қазақстаннан біраз ұшақ ұшады. Тікелей Астана Баку бағытымен ұшсаңыз болады, немесе Ақтау Баку транзиттік бағытпен ұшсаңыз да болады. Билет бағасы маусымға қарай бір бағытта 38 000 теңгеден басталып 70 000 теңге арасында тұрады. Баку қаласы маған бірден ұнады. Жататын қонақ үйлердің де сан алуандығы бар. Мен жатқан отель Best City Hotel деп аталады. Booking сайтында 79 рейтингте тұр. Бакудың қақ ортасында орналасқан отель. Сыпайы қызметкерлер, таңғы ас кіреді. Бір түнеп шыққанға жақсы отель. Ұнады. Görüp atırандай köşelerin bari Evropalık stilde. Аңғайлы. Ortalık köşelerin bari. Мына жерде кіші Венеция деп атайды. Көріп отырғандай. Андай өте жақсы жер. Прям как европейский стиль. Старые замки. Наоборот, сейчас люди тянутся к старому, потому что почему люди ходят? Люди любят историю. Да. Если есть история, люди тянутся. Если нет истории, зачем? Да. Вот, например, Турция, Адьяма, поэтому любят эти. Да. Ты был в Яме? Я не был. Haycan Gumuş. Haycan. Gel yan çekeceğiz de. Sen o kanal çok uzakladın. Yüce bir çöre yiyip gel yan çekene kimi sen gel çalabilmezsin. Ha hacı. Ha. Gel ben onu özlediğim. Bu bir Ha. Yox. Flora, Şəfi sən yandadır. Hadi özün gəl də dəniz molazla buralara deyək, bir şey keçərik. Ən pis vəziyyətdə yaxın yerlərə özüm şey eləyərəm, bir şey keçərik.
Evet, тоже сары. Жалпы осы қала өте керемет, тыныш. Осылай. Ha, bir de